Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді қаттама нандар дайындайтын боламыз. Үгітіліп, қатпар-қатпар болып, өте әдемі болып шығады. Бізге ең алдымен жылы су қажет. Ыдысымызға суымызды құятын боламыз. Осы рецептпен 3-4 қаттама шығады. Одан көп жасайтын болсаңыздар, 2-ге немесе 3-ге көбейтіп жасаңыздар. Енді тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұзымыз толықтай еруі қажет. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Бір жұмыртқа қосып жіберсеңіздер де болады, өте әдемі болып шығады. Ұнымызды илектен өткізіп, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Бізде қатты емес, жұмсақ емес, орташа тесто шығады. Мен осылай 2-ге бөліп алдым, кішкентай қылып. Біраз уақыт ұюын қандырып дайындап қоямыз. Майымызды ертіп, осылай қамырымызды өте жұқа етіп жайып аламыз. Барлығына бірдей жаққаннан кейін, осы видеода көрсетілгендей орап шығатын боламыз тығыз қылып. Содан соң тағы да осылай орап, холодильникке 1-2 сағатқа салып қоясыздар. Екінші осылай да жасасаңыздар болады. Бірнеше бөлшекке бөліп, осылай 2-3 қамырды қатарынан қойып орап шықсаңыздар да қатпар-қатпар болып, өте әдемі болып шығады. Арасына көк пияз қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Қамырымызды осылай жайып, енді пісіретін боламыз. Ұзақ уақыт морозилькте сақтауға да болады. Асығыс болсаңыздар 5-10 минут морозилькте қатырып пісіре беруге болады. Біздің майымыз сіңсе болды. Қызып тұрған майда осылай 2 бетін аударып пісіретін боламыз. Майдың асты орташа болғаны дұрыс. Қатты болса, арасы дұрыс піспей қалуы мүмкін. Тым қалың, тым жұқа қылмай, орташа етіп осылай пісіретін боламыз. Осылай қызғырғаннан кейін екінші бетіне аударып алдым. Барлық қаттамаларды осылай пісіріп шықтым. Видеода көрсетілгендей өте әдемі болып шықты. Қатпар-қатпар үгітілмелі болып, өте дәмді шықты. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеп, қолдау көрсетіп кетіңіз. Баршаларыңызға ас болсын.